Ассаламу алейкум. Біз бүгін Қария сүресін тәжвидтік талдау жасайтын боламыз, Алла қаласа. Сол жерде кездесетін ережелер айшаттин тануин өзінің кейініне ро әрпіне келді. Сол кезде айшаттин ро дейміз, айшаттир ро деп кіріп кетеміз. Сол кезде бізде не ғұннасыз идғам ережесі пайда болады. Және де нәрун тануин өзінің кейініне ха әрпіне жолыққан. Ал ха бізде изхар әріптерінен. Демек нәрун деп анық шығарып оқимыз. Хамия. Бисмилля. Әл-Қария сүресі бізде Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахим матариб. Әл-Қария. Әл-Қария. Әл-Қамария. Қа мат-табиғи. Ри бізде не? Жіңішке. Демек тарқиқ, рының тарқиқ ережесі. Өйткені астында кәсіремен тұр. Тәмір бұтаны хәмен тоқтаған кез оқыдық. Ал жалғастыратын болсақ, әл-қариату, мәл-қариа деп тумен оқимыз. Мәл-қариа, мәл-қамария, қа мат-табиғи, ри тарқиқ, кеттік. وما أدراك ما القارعة. وما مت منفصل. أد دال әрпіне қалқала. Ра жуан тафхим ережесі. Өйткені фатхамен тұр. Рака созылуға жатыр. Мат табиғи. Мәл не болды бізде? Кіріп кетті қамария. Қа бізде бұл мат табиғи. Ри жіңішке. Бізде тоқтаған кезде тәмір бұтамен тоқтап оқыдық. Бисмилля. Келесі яума якунун насу кәл фарашил мәбәсус яума деген күн, қиямет күні, немесе көбінесе Құранда қиямет күні деп келтіреді. Сол жайлы айтады. Және шәмс, шығып тұрған күн емес, ол шәмс деген сөз. Яум деген кәдімгі бір күн. Мына күн, осы күн деген сияқты. Яку бізде не? Екке сол жатыр. Мат табиғи. Нун не жерде лыға емес, ныға кіріп кеттік. Шәмсия ережесі. Нә мат табиғи. Кәл лы оқылып жатыр. Қамария. Саро мат табиғи. Шил мат қамария ережесі. Мәбі су. Мәбі қалқала тербетіп жатырмыз. Су бізде мат табиғи. وتكون الجبال كالعهن. Нежер енді сәл тамақ әріптері қатар келгендіктен екеуі қиын болуы мүмкін. Тамақтың ортасына айн, төмен жағынан хә. Төменге түсесіз. Кәл-ғихнил. Фуш. Ф әрпін еді. Үстіңгі азу тіспен ерінің ішкі жағына жай ғана тие салады. Тістеу керек жоқ. Әф. Демек, мынау ихфаны жасырып жатқан кезде деп Ф әрпінің шығатын жеріне жасырамыз. Ал танаудан дыбысты шығара береміз. Мәнфуш. Ватаку мат-табиғи. Нуль лыға кірдік. Қамария. Джиба мат-табиғи. Кәл қамария лыға кірдік қой. Нил тағыды лыға кірдік. Қамария. Мән ихфа. Фу негізі фуши фәәмма дейсік мат-табиғи. Бірақ тоқтайтын кезде не? Мұнда сукун арит, уақытша сукунда келеміз. Сол себепті бұл мәт ана сукунға жолығып тұр ғой. Сол себепті мәт арит болады. Мәт табиғида не? Мәт аритқа ауысады. Өйткені мынау сукунға, арит сукунға жолықты. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازينه
фәәммә не істедік? Екіге создық. Мәт табиғи. Мән сәқулет. Фә әрпіне екі тістің ортасынан шығатын еді. Тілдің ұшы қатты тістеп керек жоқ. Демек сол жерге жасырамыз ихфа. Мән сәқулет. Мәуә мәт табиғи. Зи мәт табиғи. Ну. Фәхуә фи عيشة راضية ضية فهو في ما الطبيعي ما الطبيعي شاتر рға кірдік, идғам ғұннасыз, мұрнынан шығармаймыз. Ро бізде жуан, тафхим екені фатхамен тұр. Және не? Мәт табиғи, ро екке созылып жатыр. Дия. Ва әммә мән خفت موازينه وأما ما الطبيعي من خا سكون نون خا әрпіне жоқты. Бұл бізде изхар ережесі. Мауа ما الطبيعي زي ما الطبيعي نوح. فأمه هاوية أمه бізде әрпіне байланысты ереже не еді? Екке созылып жатқан болса, мәт табиғидің ішіндегі мәт сыйла екке созылып жатыр енді. Мәт табиғидің түріне ұқсас екке созылғандықтан бөлек, бірақ мәт сыйла. Бұның күбросы да бар. Ол не? Мәт мұфасылға келеді. Ха мәт табиғи. Вама әдрака ма хия вама мәт мұфасыл. Өйткені мәт бізде өзіңіне хамзаға жолықты, бірақ екеуі екі сөзде. Сол себепті бұл мәт мұнфасыл. Әді қалқала, ро жуан, және бұл жерде табиғи, мәт табиғи. Мәт табиғи. Нарун хамия. Нә бізде мәт табиғи. Рун бізде не? Анық. Өзінен харпіне жолып тұр, изхар әрпіне. Демек, изхар ережесі. Ха мәт табиғи, мия. Енді, мерде хамия тум деп қойған. Негізі хамия тун тануинда, бірақ бұл өзінен кейінне бисмилламен сүре басталады. Егер жалғастырып оқитын болсаң, бұл жерде тануин б әрпіне жолығады. Сондықтан хамия тум деп тануинді м әрпіне ауыстырып оқисың. Б-ға жолыққандығы себеп. Соған дайын бол деген қойып қойған. Енді қариға сүресі бұл не? Бұны аударған кезде қариға деп бірден бастайды, немесе сондай бір күйзелтуші, сондай бір қиямет деген сияқты сөзбен бастайды. Енді сөзі былай келеді. Әл-қариға, құлақты жаратын һәм жүректі ұшыратын қатты әрі ащы дауыс дейді. Яғни бұл қиямет күнінің бір белгісін айтып жатыр. Сен қарияның не екенін білесің ба дейді. Бұл сұрақты Алла Тағала не? Адам ойлану үшін. Бір сәл таныс емес сөз айтты, ойланып қалса, ол не? Сөйтіп сізге тағы да қосымша үстіңізден сұрақ қояды. Мәл қария, қарияға не ол деп. Сөйтіп сізге былай сұрақ қояды. Қарияның не екенін білесің ба сен деп. Сіз жауап іздей бастайсыз да таппайсыз. Кейін не? Сізге жауабын Алла Тағала қойып береді. Не дейді? Қарияға дегеніміз ол күні адамдар жан-жаққа шашылған паруанадай болады, немесе сондай жан-жаққа шашылған көбелектердей болады. Сондай бір көбелектерді ұшырған кезде олар не? Белгілі бір бағытпен ұшпайды, бәрі яғни жан-жаққа тарқай ұшады, қорыққандықтан кезілген бір нәрсе. Яғни сол сияқты адамдарда қиямет күні жан-жаққа қорыққан халде сондай бір шашыранып қаша жөнеледі. Өйткені ол күннің ауырлығы мынандай деп жатыр да, біз үшін ең биік болған, ең қатты болған, сондай бір қозғалмайтындай болған тау. Сол күні таулар қандай болады дейді? Түтілген жүндей болады дейді. Кәл-айнил мәңфүш. Түтілген жүндей болады. Яғни Алла Тағала мысал қылып келтіріп жатыр, тағы да бір жерде біз егерде мына Құранды
сондай тауға түсірген кезде дейді да, мына Құранда таулар сондай Алла тағаладан қорыққандықтан парша болып кететін еді. Өйткені оның әмірі, оның бұйрығы не қатты болғандықтан. Ал одан қаншама есе әлсіз болған адам не бұл күнді ойлап қайғырмайды, бұл күннен қорықпастай жүреді дейді да. Енді ол күн келді. Ол күні кімнің таразысы, жақсылық пен жамандық өлшейтін таразы бар ғой, соның кімнің таразысы ауыр болса, онда ол не дейді? Риза, радия, разы дейді ғой, радия, айш, ол бір разы өмірде, яғни бақытты өмір кешеді. Өйткені оның жақсы амалдары не ауыр басып тұр. Бұл өмірде ол былайша айтқан кезде адамдарға қатты көмек берді, өзінің ісінде, өзінің берілген бұйрықта бәріне бекем болды деген сияқты. Енді айтады, кімнің таразысы енді жамандығы көбірек болып, жақсылығы жетпей қалды. Таразысы жеңіл болып қалды. Яғни не? Жақсылық жағы жоқ, жеңіл. Ауыр жағы басып тұр, мынау күнә жағы. Ондайлардың, онда егерде оның таразысы жеңіл, күнәсі басым болатын болса, онда біз оны анасы Хауияға береміз. Оның енді паналайтын жері деп келтіреді, анау тура аударған кезде фауммуху, оның анасы Хауия дейді. Неге осы ана сөзімен келтірді десе, кез келген бір жас бала, ол не? Оның ең былайша айтқан кезде оның баратын жері анасының құшағы. Сол сияқты күнәһарлардың оларды күтіп алатын құшақ, ол осы тозақ. Яғни олардың анасы тозақ болады. Оларды айғара бүйтіп не күтіп алады, құшағын жайып. Күнәһарлардың баратын жері. Енді сұрақ қояды. Уама адрака ма хия? Осы Хауияның не екенін білесің ба дейді. Нарун хамия. Ол сондай лаулаған, қызуы, күшті от. Нарун хамия. Оның ыстықтығы еш нәрсемен салыстырып болмайды. Біздің ыстық оның жанында түкте емес. Осы кей кезде айтады, сол біз ол анау анасы тозаққа лақтырған кезде дейді, ол анау құлайды, сол құлауы 70 жылға дейін созылады дейді. Оның тереңдігі. Алла өзі сақтасын бұл тозақтан. Пайдалы болсын.